Батыс Қазақстан облысында жер дауы басылар емес. Аманат партиясына арызын айтқан Сырым ауданындағы Тоғанас ауылының тұрғындары жайылымдылық жердің тапшылығынан мал баға алмай жүргенін жеткізді. Бұл аздай шабындық жердегі шөптің де шығымы шамалы. Ауылдықтар мыңдаған гектар жерді иеленіп алған ірі қожалықтың кесірінен осындай қиын жағдайда қалып отырмыз дейді. Ол мал шаруашылығымен айналысам деп келді. Сақтайтын элеваторы жоқ. Халыққа ертең ол сатама, жоқ әлде нарықтық есеппен басқа жаққа сатуға алып кетер ме? Біз білмейміз. Тұрғындар соңғы 2 жылда жайылымнан таршылық көргенін айтады. Өйткені бұған дейін мал жайған алқаптың қазір жаңа қожайыны бар. Енді шөпті қайдан шабарын білмей отыр. Ал жер иесі мұнда 88 мың Романов қойын өсірмек. Бірақ түлікті әкелмес бұрын алдымен жем шөбін әзірлеу керек. Сондықтан мемлекеттен алған жерді 2 жыл бойы өңдеп дайындапты. Әйтпесе ауыл жері жыл санап азып барады дейді мамандар. Жылдан жылға далалық шөптер азайып барады. Малды көбейтіп, бір азығын дайындамайтын болсақ, жұт болды ғой осы 2-3 жыл бұрын. Азық жетпеді малға. Жаңа Атырау жақтарда сияқты. Ақтау сияқты. Оның бәрін ғылыми түрде келмейтін болсақ, онда ол болашақта үлкен проблема айналады. Сондықтан шаруа қожалықтар 100 гектары болсын, 200 гектары болсын өңдеп, жаңа мал азығын дайындаса, үлкен пайда тиеді. Бұл жобаның құны 28 миллиард теңгеге айтқан кәсіпкер 10 мың гектар жердің бір бөлігіне құмай, арпа, күнбағыс, мақсар еккен. Бұл дақылдар мал азығы ретінде беріледі. Содан кейін мал ұстайтын қора салынбақ. Осылайша ауылдықтарды жұмыспен қамтимын дейді. Қазір біздің компаниядағы жаңа бастап жатқан қазір 40 адамда істеп жатыр. 40 адамда ең аз зарплатасы біздікі стораждан бастап 150 мың теңге. Средний механизаторлар мына пассивнойды бітіргенде 500 мың теңге тек қана қолына алады. Оклады полностью пенсионные, налогты, бәрі окладный бойынша где-то 650-670 мың теңге. Қиын, ешкім бармайтыр жастар. Бір қызығы ауылдықтар әзірге қомақты жалақыға қызықпай отыр. Одан да кеніште вақталық әдіспен жұмыс істеп, ауыл арасында таксилетуді тәуір көреді. Аманат партиясының алдында ұсыныс берді, мысалға колледжбен, Теректің басында колледжбен ауданында колледжбен жұмыс жасап, осында ауылдың азаматтарын сонда 2 жыл механизатор оқып, неге десеңіз, бір ақша атқан проект, миллиардный проекттер. Партиялықтар ауыл шаруашылығы мамандарын даярлайтын оқу орындарымен келісімшарт жасауды ұсынды. Егер бәрі сәтімен алса, келер күзде уәделі қойды әкелеміз деп отыр. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Батыс Қазақстан облысынан.